Қазақстандық жас жігіттер ойлап тапқан Алим атты қосымша 3 күн ішінде App Store'да әлемдік үлкен жобаларды басып озып, орталық Азиядағы ең танымал білім беру қолданбасына айналды. Жобаның ерекшелігі ол жасанды интеллектіге негізделген және ешқандай инвестициясыз жүзеге асқан. Ребята, мы пробили 100 тысяч пользователей за 3 дня. Это очень круто даже по самым таким крупным мировым масштабам. Это победа для всех казахов и для всей Центральной Азии. Все, ребята, мы летим в Силиконовую долину, выходить на мировой уровень и побеждать Duolingo уже на мировой арене. Жасанды интеллектіні пайдаланып жетістікке жетіп жатқандар елімізде көп екенін білесіз бе? Мәселен, Түркістанда сандық бағдарлама арқылы алғашқы қазақ мультфильмі жарыққа шықты. Оның бір сериясы 7 күн ішінде әзірленіп, бар жоғы 70 мың теңге жұмсалған. Жоба үлкен телевизиялық марапатты жеңіп, қомақты қаржы ұтты. Ал Астанадағы театрлардың бірінде алғаш рет жасанды интеллектінің көмегімен дайындалған спектакль көрермен назарына ұсынылды. ChatGPT'дің өзі бар ғой, ең соңғы бір әдемі ән бар, соны керемет жазған, адамның жүрегінен қатты әсер алатын өте бір оңай спектакль емес, негізі қиындау. Ал цифрлық жүйе және жасанды интеллект арқылы басқарылатын қала дегенді естуіңіз бар ма? Елімізде мүлде жаңа қала пайда болады. Онда смарт технологиялар мен жасанды интеллект кеңінен қолданылады. Алматы облысында бой көтеретін іскерлік және инновациялық орталық Алатау Сити деп аталады. Қала тұрғындары ұшатын таксимен жүреді, ақылды үйде тұрады және мүлде ерекше дизайндағы ғимараттарда жұмыс істейді. Алатау Сити должен стать первым полностью цифровым городом региона. От применения технологий Smart City до возможности оплаты товаров и услуг криптовалютами. Жалпы жасанды интеллект бұл адамның интеллектуалдық мүмкіндіктерін техникада қайталауға арналған жүйе. Қазақстанның алдында 3 жыл ішінде толық цифрлық ел болу міндеті тұр. Осы мақсатта жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі құрылды. Жаңа ведомство цифрландырудың және тұрмыстың барлық саласына жасанды интеллектін енгізудің басты локомотиві саналады. Үкімет экономиканың барлық саласын жаңғырту үшін жаппай жасанды интеллектіні енгізу қажет. Қазақстанды бәсекеге қабілетті ел ретінде дамытамыз десек, жұмысымызды жаңаша тәсілмен жүргізуіміз керек. Сарапшылардың болжауынша 2026 жылға қарай әлемдегі кәсіпорындардың 80%-дан астамы жасанды интеллект құралдарын пайдаланады. Ал 2030 жылға қарай цифрландыру мен жасанды интеллект әлемдік ішкі жалпы өнімге 15 триллионнан астам табыс әкеледі. 300 миллионға тарта жұмыс орнын алмастырып, мүлдем жаңа мамандықтардың пайда болуына ықпал етеді. Осы орайда Қазақстан ұлттық цифрлық инфрақұрылымды дәйекті түрде дамытып келеді. Әлем AI халықаралық жасанды интеллект орталығы ашылды. Осы саладағы зерттеу университетінің негізі қалануда. Ұлттық суперкомпьютер іске қосылды. Еліміз мемлекеттік басқарудың тиімділігін және азаматтардың тұрмыс сапасын жақсарту мақсатында мемлекеттік қызметтерді цифрландыруға және IT технологияларды дамытуға баса мән беріп отыр.